Эфир жалғасады көрермен, және дәл қазір жанымда жаңа қатысушы Шырайлым Нұр шашып отыр десем қателеспейтін шығармын. Қалайсыз? Жақсы, шүкір, үлкен рахмет. Осындай қалай айтсам болады, күшті күтіп алдық қой қатысушыларға. Сіздерге үлкен рахмет, сіздердің арқаңызда. Атак негізі қатты қобалжып отырмын негізі. Не үшін екенін білмедім. Қорқыныш болды дейсіз ғой. Негізі қорқыныштан бұрын толқу ғой. Ішкі толқыныс деген нәрсе. Негізі қатты бір қорқақ қыз емін. Бая қыз. Негізі бір қатты қорқақ қыз емеспін. Просто ішкі толқыныс қой. Қалай болады екен, қалай мен халық қабылдайды екен деген нәрсе. Кез келгенін орнына қоямын дейсіз ғой. Қалай айтсам болады, ешкімге тиіспеймін, өзім бірінші, бірақ маған тиіскен адамды мен де аямаймын деген сияқты. Жақсы. Ал енді өзіңізбен жақсылап танысайық, көрермендер қатары біле жүрсін, жаңа қатысушы болып жатсыз. Бұйырса үміткер күтесіз және талаптарыңыз. Ал экранда көрсетілген номер бойынша Шырайлым қызымыз үміткер күтетін болады. Жазыңыздар, хабарласыңыздар дегіміз келеді. Талаптарыңыз, таңдауыңыз. Так, талаптарым ең бірінші жасынан бастайыншы 26 жастан 32 жасқа дейін бойы міндетті түрде менен ұзын болу керек, өзіне сенімді, харизмасы мықты, юморға жақын, бірақ өзіне не керек екенін білетін, мені алға сүрейтін, мен ол кісіні алға сүрейтін, сондай бір жақсы мысы бар, сондай ер азамат керек. Жақсы. Енді келіп жатса тұрмыс құруға дайынсыз, жалпы сенімді түрде айта аласыз, иә? 100% толықтай дайын деп айта аламын, иә. Жақсы. Ал енді кеше бізде осы жерде тағы бір жаңа қатысушы қосылған болатын. Шерхан, бүгін сіз келіп жатырсыз. Қатысушылар қатары кәдімгідей қуанып жатыр десем қате айтпаймын. Ол бұндай бір өзгеріс жақсы шығар деп ойлаймын. Әрине. Айтады ғой, су бір жерде тұрса есі шығады деген сияқты. Сол себепті су ағынымен аққан дұрыс. Часто обновление болған дұрыс деп ойлаймын. Қызық емес қатысушыларды алып тастап, орнына қызық өзінің ойы бар, пікірі бар қатысушыларды қойған дұрыс па деп ойлаймын. Яғни қызық емес қатысушылар кетті дегіңіз келе ме? Мен білмеймін, танымаймын. Негізі өзім тұжырым бойынша солай ойлаймын да, енді барынша өзінің пікірін ашық айтатын, халыққа қызық сондай қатысушылар алған дұрыс деп. Жақсы, керемет. Ал біз бүгінге YouTube арнамыздағы тікелей эфирді аяқтаймыз, көрермен. Сау болыңыздар. Әп-әдемі болып отырған Диас, өзін-өзі красавчик деп отырғанын естіп қалдым. Қайырлы кеш. Қалайсыз, Ботагөз ханым? Керемет. Сіз қалайсыз? Менде бәрі жақсы. Қалайсыздар, YouTube көрермендері? Негізі сол бәрі жақсы. Жаңа телевизордан көріп қалсам бір красавчик очки киген біреу кісі отыр. Өзіңізге өзіңіз тамсанып отырған сияқтысыз. Өзіме екенмін ғой. Жақсы. Енді бүгінгі ерекше образдың бір бүгінгі себебі бар ма? Әлде өзіңізбен әдемі болып келгіңіз келді ме эфирге? Жоқ, негізі дымда себебі жоқ. Просто не ғой? Костюм кимейлі көп болып кетті. Негізі жиі киетім ғой. Кимейлі көп болып кетті. Классика кимейлі көп болып кетті. Сөйтіп, осын кием деп шештім бүгін. Жақсы. Өте әдемі жарасып тұр. Ал енді шашылғыңызды де өзгерткеніңізді байқадық. Бәрі құйып қойғандай. Ал енді көп мақтап жібермейін ер жігітті. Ортада жаңа қатысушы. Және Шырайлымды күттіңіздер ма деген сұрақ. Я енді сетевой маркетинг болып кетті. Шыны керек. Анау ислам... Қалай ол? Жоқ, ана исламға мере келді да? Үміткер болып. Ол қатысушы болды. И мереден басталды. Мереге Санатжан келді. Санатжанға Шырайлым келді. Өсіп енді. Негізі лайық деп ойлаймын. Уже 30-ға келді қалған. Енді отырып қалды десем айып не болмайтын шығар. Мұна сөзіңіз ауыр тиеді ау қыз баласына. Жұмсақ жеткізгенше енді торасынан қатты жеткізген ыңғайлырақ. Яғни Шырайлымды отырып қалған қыз санап отырсыз. Және сізге 30 жасар қыздар келсе қабылдамаймын деген бұл сіздің астарлы сөзіңіз болып тұр, солай ма? Түсінгендер түсінді. Әрине. Енді бұл енді үміткерлерге үндеу деп қабылдадық. Жоқ, енді шынымен де енді қазақтар да айтады ғой. Әрине. Сол себепті енді өз бақытын тауып кетуге тілектеспіз. Әрине, Диас сөз тапқанға қолқа жоқ. Мен сізді ешқандай да сөкпеймін. Әрине, қазаншының өзі қайдан құлақ шарсың. Әрине. Ал енді Шырайлым қатысушы болып қатарларыңызға қосылып жатыр. Қалай қарсы алдыңыздар? Жылы қабақ танытылды ма? Және Санатжанның тарапынан бір қандай да таңғалу немесе бір қарсылық секілді көзқарастар болмады ма? Санатжан ішінен боқтап отқан сияқты болды. Негізі жоқ, бізде жылы Шырай әрдайым.
қандай қатысушы келмесін дос танытамыз, ортамызға қосамыз деген сияқты. Санатжан жақты енді ол жайында айта алмаймын. Оның өзі бір пікір білдіре отырар болашақта. Бірақ біз қуаныштымыз. Жақсы. Ал енді бір талаптар туралы, үміткер туралы әңгіме айтамыз ба? Айтсақ айтайық. Тоқтады таныстық. Бірақ енді ол нәрсе, ол таныстық тоқтайды деген бізде бір керісінше тоқтайды емес, керісінше осы бір жалғасатын сияқты үміт болды. Негізі жалғастырым келген, бірақ та мен одан сұрадым. Осы жерде ұнайтын қатысушылар кім десем, Шолпан дейді. Шолпан ұнаса, онда менімен таныспай ақ қой деді. Не себепті? Өйткені Шолпан маған ұнамайды десе. Жоқ, қалжың. Енді көрініп тұр ғой енді. Әр сөзімізді Шолпанға тие кетірсек қалай болады екен ол? Алсын, Шолпан ренжімеші. Мынандай әңгіме ғой енді, сұраласып көрдік. Мен күйеуіске бармадым емес, бардым. Сұраласып көргеннің өзінде мен оны болашақ жарым ретінде мүлдем көре алмадым. Наоборот, досым болмаса бір әпкем сияқты тіпті. Солай көрдім да, солай әңгіме ары қарай өрби берді. Сол себепті де таныстық ортақ шешіммен екеуміз сөйтіп ойладық негізі. Жақсы. Сол себепті таныстықтан болатын. Диас, былай жасайықшы. Сіздің тарапыңызға осы бір Диасқа көңіліне жағатын жақсы бір үміткер келмеді-ау деген өкінішті сөздерді қатысушылар тарапы айтып қалғанын естідік. Енді нақты талабыңызды және өтініш маған дәл осындай қыз керек деп бір атап өтіңізші. Нақты талабым сол 18-25, желательно үйленбеген. Желательно емес, Үйленбеген. негізі тұрмыста болмаған деп айтайықшы. Тұрмыста болмаған, баласы жоқ, оқыған қарапайым қыз керек. Бірақ ондай қыз әлі келмеді. Жас қыз, нәзік қыз. Мен сіздің өз аузыңыздан шықпаған бір сіздің таңдауыңызды, талабыңызды қыздардың аузынан естіп алдым, шығарып алдым десе болады. Сізге жаңағы жас қыз және нәзік қыз, үлбіреп тұрған, үзілейін деп тұрған қыздар болса, сіздің талғамыңызға сай келеді екен. Шыны керек, Енді осы нәрсені неге басынан бастап ашып айтпасқа? Оқыған, тоқыған деп қана жоқ, енді даже сондайлар келмей, сол қыз келмей жатыр ғой енді. Өйтіп айтсам, үміткер саны мүлдем екі есе қысарып қалмайды деп ойлағанмын. Бірақ шынымен, осыны ашып айтыңыз енді. Нәзік қыз келсе, нәзіктігін менде көтере алатындай, енді қыз нәзік болу керек, қыз қылықты болу керек деген сияқты. Сол себепті өзімнен жасы кішкене болмаса бірдей сондай қыз келсе, әрине жұмыс жазылып үйленіп кеткен, ол маған да жақсы. Сол себепті шынайы ниетпен, шынайы ілтипатпен күтем, келіңіз. Жақсы. Бізде уақыт таяп қалды, келесі жарнамада қайта жүздесеміз көрермен. Жақсы. Енді көзіңізге жас алып жатсыз, әрине жүрекке тиетіні сөзсіз. Ойыңызды толықтырып өтсеңіз. Гүлидің сөзіне мүлдем келіспеймін. Айтты ғой, ана деген бірінші орынға бала емес, өзінің бақытын қою керек. Сонда мен әкешім ерте қайтыс кеткен ғой. Сонда оның ойынша мен үшінімді балалар үйіне өткізіп, өз бақытын таңдап кету керек екен да. Сол кезде егер солай ойлайтын болсам, мен де бақытты болу керекпін деп, мен өйтіп істеген жоқпын ғой, біріншіден. Екіншіден, сондықтан шығар осындай тас жүрек аналардың кесірінен бізде андай балалар үйі көп. Өйткені олар бірінші орынға өзінің бақытын қояды. Мысалы, мен өйтіп ойламаймын. Әйел деген баланы всегда ойлау керек. Жаңа айтты ғой, мен нағашыларына тастап, әке-шешесін, сіз мысалы жазу мүмкін, сіз білмейсіз неше түрлі жағдай болу, күн көру үшін тастап кеттім, ол өтірік әңгіме. Өйткені кезінде менде 3 інімді ауылдық жерде Совет Союзында күн көре алмайтын кезде асырап өсірдім. 2 баламен 5 адамды асыраған адаммын, Алматыға келіп ше. Ол маған өйтіп айтпай қойыңыз, ой, сіз білмейсіз, может, ол күн көру үшін мен тастап кеттім, әке-шешем мәжбүр болып деп. Ол өтірік әңгіме. Сен сол 2 баламен де 1 баламен де әкеліп квартира снимать етіп, тауып бір нәрсесін жұмыс істеуге болады. Ол өйтіп мен ондайға сенбеймін. Біріншіден, сосын мен жаңа айтып кеттім ғой, балаға сіздің ақшаңыз мүлдем керек емес. Мен жағдайымды дұрыс тауып аламын, сосын келем деген ата-аналар тастап кетеді ғой. Ана бала деген ол әже мен ата деген қанша сармай беріп бақса да, анадай болмайды. Ол бала көз жәутеңдеп күнде ата-анасын күтіп отырады. Ол ешқандай ақша, ешқандай байлық балаға керек емес, тек ата-анасы керек. Ол ата-әжелер күшті қарайды балаға, конечно күшті қарайды, бірақ балаға керек емес ол. Ол ананың мейірімі керек болып тұр балаға.
Сол үшін мен өте қарсымын. Күйеуге тиесің ба, и сосын күйеуге тиесің ба, егер сенің таңдаған жігітің күйеуің, болашақ күйеуің жоқ, керек емес, балаң әке шешең тастап кет, өзің ғана керексің десе, қашу керек онда еркектен. Мүлдем ол уже анда ред флаг дейді ғой, сонда уже сен уже ойланып қалу керексің. Өйткені и мен де мысалы мен еркек болсам, мен де таңдаған әйелім, ой, мен екі баламды жаңағы әкеме тастадым, мен сол жақта тұра берші, жүре берсін, екеуміз ғана тұрамыз, жаңадан өмір бастаймыз десе, мен еркек болсам, мен қорқатын едім ондай әйел. Өзінің баласына сондай қатыгездікпен қарап тастап кеткен әйел, қалай мен балдарым ана болады бұл деп, мен сөйтіп қорқатын едім ондай әйелден, егер еркек болсам. Иә, бұл жерде енді ананың мейірімі, жүрегінің жаңағы қаншалықты кеңдігі білінетіні сөзсіз. Бірақ енді бұл әркімнің түсінігі әртүрлі болатыны ол да бар. Ал жаңа Гүлвираның айтқанын естідіңіз ғой. Енді бұл жерде сіздің түсінігіңізбен, жас ерекшелікпен де алып қарайтын болсақ, ол кісінің түсінігі бәрібір де екі түрлі болары айдан анық қой. Жоқ, сонда да бұл эмоция беріп тұр ғой. Демек ол кешірмеген шешесін. Кешірген адам өйтіп көз жасын алып, мен жаңа өзім анам бар. Өйткені ол өзінің әжесі мен түсінген жаңа асыраған, ажырап кеткен нағашы әжесі тірі ғой. Ол көзі тірі ол кісіні. Ана деп айтады. Ол ана жақты ренжіткісі келмей тұр. Мына жақты ренжіткісі келмей тұр. И эмоция беріп отыр да, ол жаңа көзіне жас алып. Демек ол анасын әлі толықтай кешірген жоқ. Кешірсе, эмоцияға берілмей спокойно айтатын еді. Мен ол анамды кешірдім, ол да бақытты болуға лайықты. Не баласымен әйел бақытты бола алмай ма? Қаншама әйелдер екінші күйеуге тиіп баласымен бақытты болып отқан. Бұл енді әйелдің өзінің бір басындағы шектеуі шығар. Мейлі қандай десек те, себебі жаңа өзіңіз айтып отырғанда 2 бала, 3 баламен болса да, тіпті үйленбеген жігіттерге не болмаса түсінігі мол ер азаматтарға тұрмысқа шығып жатқан көзіміз көріп жатыр. Ал енді алда не боларын болашақ көрсетеді. Өзіңіздің жеке басыңызға оралайықшы, барлығы дұрыс па? Енді таныстық тоқтағалы бері сізбен бір көп тілдеспей де кеттік десек болады. Бәрі дұрыс, үміткер күтудемін. Егер сіз үміткер болып маған келем десеңіз, келіңіз, қорықпаңыз, мен сізді күтудемін. Биоды тәкаппар, андай әйел емеспін. Танысақ, келіңіз, қорықпаңыз, мен күтемін. Талаптар жағы ешқандай талап қойылмайды, солай ма? Жоқ, ондай қойылмайды. Жақсы. Экранда көрсетілген номерге жазыңыздар, хабарласыңыздар. Жанна ханым үміткер күтетін болады және біз келесі жарнамада қайта жүздесеміз.